Барлықтарыңызға сәлем достар. Біз бүгін өте дәмді жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге керекті ингредиенттерді айта кететін болсақ, бізге картоп, сәбіз, пияз, сарымсақ керек болады. Содан соң су, және де бізге жасымық, содан соң қуыруға сұйық май, және тұз, қара бұрыш және әртүрлі дәмдеушілер қоссаңыздар болады. Ең алдымен біз пиязымызды турайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен бүгін осындай кішкентай 2 пияз қостым. Көкөністерімізді әртүрлі көлемде турай берсек болады. Ол қатты маңызды емес. Сол үшін қалай сіздерге ұнайды, солай турап алыңыздар. Содан соң сәбізімізді де майдалау етіп турауымыз керек. Өткен сәбіздің пісуі қиынырақ болғандықтан майдалау етіп тураймыз. Және де құрметті көрермендер, менің арнамда бір жасағаннан шығатын рецепттер өте көп. Кіріп қарасаңыздар болады, барлығын өзім жасап көргенмін. Және де видеода барлық ескеретін жайттардың барлығын айтып отырамын. Сондықтан міндетті түрде менің рецептілерімен жасап көріңіздер. Келесі кезекте картопымызды да майдалау етіп турап алатын боламыз. Картопты турап болғаннан соң біз сарымсағымызды турап аламыз. Оны да кубиктап турап алсақ болады. Ендігі кезекте біз жасымықты жууға кірісетін боламыз. Міндетті түрде 5-6 мәрте жууымыз қажет. Өйткені қазір қарасаңыздар суымыз аппақ болып кетті. Осы суымыз мөлдір тұнық болғанша жуатын боламыз. Міне осылайша жасымықты жақсылап тұрып жуып алдық. Ендігі кезекте біз сорпамызды бастайтын боламыз. Ең алдымен қазанымызға майды құямыз да, қызыған соң үстіне пиязды салып жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Пиязды кішкене ғана қызартып қуырамыз. Содан соң оның үстіне сәбізді салып, оны да кішкене ғана қуырып алатын боламыз. Содан соң үстіне картопты салып, және де сарымсақты салып, жақсылап бір қуырып аламыз. Содан соң үстіне жасымығымызды саламыз да, жақсылап тұрып бір араластырып аламыз. Содан соң үстіне су құятын боламыз. Үстіне суымыздың барлығын құямыз да, қазанымыздың асты қатты болып тұру қажет. Және де татымына қарай тұз, бұрыш, паприка секілді дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Бір араластырып жібереміз де, қазанымызды қайнағанша бетін жауып қоятын боламыз. Міне осылай жақсылап тұрып қайнағаннан соң астын жай қойып, біздің ішіндегі көкөністеріміздің барлығы піскенше, және де су осылай тартылғанша күтетін боламыз. Сорпамызды 15-20 минуттай бұқтыратын боламыз. Содан соң осындай блендерге құямыз да, сорпамызды пюре ретінде езетін боламыз. Сорпамызды езбей тұрып, үстіне лимон шырынын және де аскөктерді салып жіберсек болады. Мен бүгін укропты қолдандым. Сіздер әртүрлі өздеріңіз жақсы көретін көкөністерді қоссаңыздар болады, немесе қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Біздің көкөністеріміз және жасымық толық езілгенше езіп алатын боламыз. Міне біздің сорпамыз осымен дайын, оп-оңай болып дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Маған бұл сорпа өте қатты ұнады, өте дәмді болады. Міне осылай біздің тағамыз оп-оңай болып дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Маған өте қатты ұнап қалды. Сіздермен бірге болған Раушан. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза отырыңыздар.